Барлығыңа салам достар, сендермен бүгін видеоның артында тұрған мен Бұлжан дос. Бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп тұрғандарындай, бүгін біздер миллионға жол рубрикасының бірінші сериясын түсіретін боламыз. Сендер видеоны құр қарап отырмай, видеоға лайк басып, арнама жазылып, мені қолдап отырыңдар. Біздер енді аз-маз бақайт етіп, чуть-чуть ақша жиналатын боламыз. Оппа деп қоясың ғой, балик 330к. Достар, мен осы читеркамды сатайын деп жатырмын. Мен бұны алдында алған боламын. Қазір болса маған ақша керек 300кға. Және де пақайт етіп баликті 700к қылып алған болатымын. Ойынға кіріп паспортыма қарасам 3-ші уровень 7-ші опыт болыппын. Құры жүре бермейін деп автоугонщик жұмысына келдім. Мына тақырбасқа барып задание алсақ, взять задание и картада біздердің заданиямыз ебайт арзамаста екен. Біреудің машинасын ұрлаған жайым бар енді. Не қыламыз, заданиемізге жетіп алсақ болды ғой. Өйтіп жаңағы арзамастағы Қызылтеректауға келсем, чатты ашсам, маған гол 2 деген машина түсіпті. Мен оны ары іздедім, бері іздедім, бәрібір таппадым. Мен сорлы бұл машинаны табамын деп бүкіл арзамасты айналып шыққансың ғой. Сөйтсем, бағана келген жерде тұрған екен, арзамас больницаның қасында. Түсеміз да, машинаның қасына барып, карджак дейміз, енді взломать етеміз. Бұл машинаны взломать етіп оған маған аңсат болған жоқ. Енді маған метка қойып береді. Сонымен барамыз автоугонщиктің жаңа қасына. Меткіменен келіп, осы қызыл домалақтың ішіне машинаны қойып, машинадан түсіп, жаңағы тақырбасқа барамыз. Барып ақшамызды алатын боламыз. Осы жерден 15 000 рублей берді бізге. Әр заданияға 15 000 рублейден бергенде де 10 рет істегенде 150 000 рублей ақша болады. Нормальный дамуға болады бұл ақшаменен. Достар, осымен де видеоны аяқтаймыз. Білемін, бұл видео өте қысқа видео болды. Бұйырса, екінші серияны кинодай қылып шығару ниет бар. Сендер осы видеоға лайк басып, мені қолдап отырсаңдар, мен екінші серияны тезірек шығаратын боламын. И осы видеоға лайк басып, мені қолдасаңдар, маған үлкен күшті мотивация болады. И лайк басып отырыңдар, мені қолдап отырыңдар. И онда давайте.